Балалар, қазір жылдың қандай мезгіл? Көктем. Мезгілі, дұрыс айтасыңдар. Көктем мезгілінде ауа райында қандай өзгерістер дұрыс айтасыңдар. Күн жылы болады. Содан тағы қандай өзгерістер болады? Суық та болады, иә, дұрыс айтасың. Жылы да болады. Көктем мезгілінде ауа райы суық болады. Тағы не жауады көктемде бізде? Қар да жауады, иә, наурыздың бірінші айында қар жауады, содан кейін дұрыс айтасың, Айжан, жаңбыр жауады. Біз бүгін балалар сендермен су тіршілік көзі атты сабағымызды тәжірибе жасап әңгімелейтін боламыз. Ең алдымен сабағымызды балалар тыныштық сәтімен бастаймыз. Көзімізді жұмамыз. Еркін отырамыз. Мен орманға бардым. Орманның табиғаты өте тамаша. Аспандағы күн біздің денемізге шуағын шашыпты. Күн мені жылытты. Күннен ләззат алдым. Орманның ауасы не деген таза. Таза ауасымен дем алдым. Айналамда сарқырап су ағып жатыр. Суға беті қолымды жудым. Таза суынан ішті. Көзімізді ашамыз енді балалар. Біз бүгін балалар сендермен су тіршілік көзі жайында әңгімелесеміз. Яғни судың қасиеті, қандай пайдасы, зияны бар екені жайында және де сумен бірнеше тәжірибе жасайтын боламыз. Балалар, қане, теледидарға назар аударамыз. Нені көріп тұрсыңдар? Жаңбырдың тамшылары, иә? Жаңбырдың тамшылары неден тұрады? Судан тұрады, дұрыс айтасың, алтыны. Судан тұрады, жаңбырдың тамшылары судан тұрады. Жаңбыр, дұрыс айтасың, жаңбыр. Аңнан не балдар? Су. Басқа сөзбен қалай айтамыз оны? Вода. Су, вода. Бірақ мынау не балалар? Біз жазда қайда шомылуға барамыз? Өзеннің суреті. Өзен бізде орысша речка, дұрыс айтасың, алтыны. Өзен, иә? Өзен бізде неден қалады? Мынау не? Судан қалады. Аңнан не балалар? Лед. Қазақша қалай болады лед? Мұз деп айтамыз, иә? Мұзда неден пайда болады? Неден жасаймыз біз мұзды? Судан қатырып жасаймыз мұзды, иә? Дұрыс айтасыңдар балалар. Енді балалар, мына суретке назар аударамыз. Су балалар үнемі айналымда жүреді. Ол балалар жаңбыр болып суға түседі. Иә? Жаңбыр болып суға түседі. Және де жаңбыр болып суға түскенде күн шуағынан балалар ол бу болып аспанға қарай көтеріледі де қайтадан жаңбыр болып жерге түседі. Сондықтан балалар су бізде үнемі айналымда жүреді. Сусыз балалар ешкім өмір сүре алмайды. Адамдар, құстар, жануарлар, өсімдіктер, ағаштар да сусыз өмір сүре алмайды. Егер де мысалға біз гүлге су құймасақ, гүлмен не болады? Өліп қалады гүл, қурап қалады, дұрыс айтасың Айжан. Сондықтан да бізді қоршаған айнала табиғаттың барлығы сусыз өмір сүре алмайды. Ал енді балалар, су туралы видеороликқа назар аударамыз. Су туралы қазір біз сендерге толығымен мәлімет алатын боламыз. Мұқият қараймыз. Мен иісі түсі болмайды. Су ақтыш, оның тұрақты пішіні жоқ. Су өзіне қосылған заттың иісін, дәмі мен түсін қабылдайды. Оның дәмі мен иісі жағымсыз болса, денсаулыққа қауіпті болуы мүмкін. Кейбір өзен көл суларының түбінде жатқан тастарды, жүзіп жүрген балықтарды анық көруге болады. Бұл судың мөлдір екенін білдіреді.
мөлдірлік су тазалығының маңызды көрсеткіші. Жаңбыр нешік тамшылары жапырақтың бетімен төмен сырғиды. Тау, өзені сарқырама гүлдеп, жылғалар сылдырлап ағады. Осының барлығы судың ақ қыш екенін көрсетеді. Құдық пен бұлақ суы өте пайдалы, бірақ ол тез ластануы мүмкін. Сондықтан оның сапасын үнемі тексеру керек. Қазақ халқында дария басы бұлақ деген мақал бар. Сонымен біз табиғи су көздерін өзен, теңіз, құдық, бұлақ, көлден аламыз. Сонымен қатар су үш күйге өзгере алады: сұйық, қатты және газ тәрізді. Судың күйлері бұршақ, қар, мұз, шық, тұман, бу, мұздық. Қыс түскенде жер бетін қар жауып, өзен көлдің беткі қабатына мұз қатады. Мұз судан жеңіл болғандықтан, оның бетіне жүзіп жүреді. Мұхит суларда мұз таудай болып көрінеді. Шын мәнінде судың астыңғы бөлігі одан да үлкен. Сондықтан мұзтаулар өте қауіпті. Күн жылынғанда қар мен мұз еріп, су мен буға айналады. Табиғатта су буы тұман түрінде кездеседі. Су тұманынан басқа мұз тұманы да болады. Ол өте ұсақ мұз қиыршықтарынан түзіледі және қатты аяз кезінде ғана байқалады. Міне балалар, біз сендермен су туралы мәлімет алдық. Ал енді балалар, мен сендерді қазір сумен тәжірибе жасауға үстел басына шақырамын. Балалар, оны айтып кеттік, біз су тіршілік көзі, сусыз өмір жоқ. Су бізде балалар ащы және тұщы болып екіге бөлінеді. Біз қандай суды ішеміз? Тұщы суды ішеміз, ащы суды ішуге болмайды. Ащы су көбіне қайда болады, балалар? Қалай ойлайсыз? Өзен көлдерге болады ащы су, Өзен көлдерге біз қай уақытта шомыламыз? Жаз уақытында шомыламыз, Өзен көлдерде шомылғанда, балалар, қоқыстарды тастауға болмайды, Қоқыстарды, балалар, артымыздан жинап отыруымыз керек. Қазір, балалар, бізді бірінші тәжірибеміз, балалар, жұмыртқамен тәжірибе жасаймыз қазір. Ол үшін бізге керек жұмыртқа және су және де тұз керек. Мынау, балалар, бізде тұщы су. Мына суға, балалар, не қасық? Бірнеше қасық тұз қосамыз. Ол бізде қандай су болады сонда? Ащы су болады. Дұрыс айтасың, Нұрислам. Араластырамыз жақсылап тұрып. Ащы және тұзды сумен, балалар, қазір біз сендермен жұмыртқамен тәжірибе жасайтын боламыз. Мұқият қарап отырыңдар қазір. Не балалар? Тұзды су бізде ащы су, Ал енді, балалар, мұқият қараймыз қазір. Жұмыртқаны, балалар, аламда бірінші тұщы суға қазір саламыз. Міне, қараймыз, балалар. Мұқият қараңдар. Не істеді жұмыртқа? Батты. Дұрыс айтасыңдар, жұмыртқа, балалар, тұщы суға батып кетті, Міне, көрдік, дұрыс айтасыңдар. Балалар, ал енді бұл жұмыртқаны мен қандай суға саламын? Ащы суға, тұз қосқан суға саламын. Кәнекей, балалар, мұқият қараймыз. Міне, қараңдар. Батқан жоқ, Аяжан. Міне, қараңдаршы, аяулым қара. Алтыны. Жұмыртқа батқан жоқ суға. Балалар, неліктен? Қалай ойлайсыңдар? Неге осы жұмыртқа тұзды суға батқан жоқ? Себебі, балалар, тұзды суға салғаннан кейін су ащы болғандықтан оның тұздылығы және тығыздылығы көбейіп, егер де суға кез келген затты салатын болса, онда ол, балалар, суға батпайды. Түсінікті ме? Иә. Түсінікті, жақсы балалар. Шаршап қалған сияқтымыз,
Кәне, бойымызды сергітіп аламыз ба? Я. Енді бойымызды сергітіп алайық. Теледидарға назар аударамыз. Балалар, бойымызды сергітіп алдық, я? Енді сумен тағы тәжірибе жасауға кірісейік. Қазір бізде келесі тәжірибе балалар. Менің қолымдағы мынау не? Су. Ал мынау не? Сүт. Ал енді балалар, сүттің түсі қандай? Ал судың түсі қандай? Түсі жоқ, я? Түссіз. Енді балалар қазір. Мен қараңыз, мұқият қараңыз. Мен қасықты суға салдым. Қасық көріне ме суда? Көрінеді. Неліктен көрінеді? Себебі судың балалар түсі жоқ. Және де иісі жоқ судың. Және де судың дәмі жоқ, я? Ал енді қасықты алып балалар, мен сүтке саламын. Қасық көріне ме? Жоқ. Көрінбейді. Себебі сүттің түсі қандай? Енді біз қандай қорытынды жасаймыз бұл кезде? Судың түсі жоқ, я? Яғни су балалар бізде. Түссіз. Жақсы балалар, жарайсыңдар. Келесі тәжірибемізге көшейік. Су, міне балалар. Мынау не қолымдағы не? Тас. Орысша қалай болады? Камень дейміз, иә? Мен мына тасты қазір балалар, мен суға салып көрейін. Тұщы суға салдым мен тасты. Міне қараңдар. Тас не істеді суда? Дұрыс айтасың алтына. Тас суда батып кетті. Неліктен батып кетті? Себебі балалар, тас бізде ауыр. Оның ауырлық күші бар, сондықтан балалар, тас бізден суға батып кетті. Ал енді балалар, біз сендермен жаңа барлық тәжірибелерді бір топ болып жұмыс жасадық, я? Балалар, енді қазір біз сендермен сумен тәжірибені жеке жасайтын боламыз. Өздерің қазір балалар тәжірибе жасап көретін боласыңдар. Мен сендерге қазір суды таратамын. Суды. Әлі ештеңеге тиіспейміз. Мен баста деген кезде ғана қазір бастап тәжірибе жасайтын боламыз. Жаңа балалар, біз сендермен бір топ болып тәжірибе жасадық, я? Солай ғой? Ал енді кәне өзіміз тәжірибе жасап көрейік. Сендердің алдарында балалар, не бояулар тұр. Не мен сендердің алдарына бояуларды тараттым. Біз қазір сендермен балалардың судың
түсі бар ма жоқ па соны анықтайтын боламыз. Таяқшаларды қолымызға аламыз. Алыңдар таяқшаларды қолдарын. Барлығына жетті ма? Жақсы, енді балалар бояуды кішкене ғана алып, суға қосып араластырамыз. Бояуды аламыз балалар. Суға қосып араластырыңдар. Араластырамыз. Жақсы, балалар жарайсыңдар. Ал енді таяқшаларымды қойыңдар. Таяқшаларымды қоямыз. Жақсы, салыңдар таяқшаларымды. Жұмысты таза жасаймыз балалар. Мұқият болыңдар. Саламыз. Балалар, бояу суға біз бояу қостық, я? Міне қараңдар, я? Аяжанның стақанда қандай түсті бояу салып? Зеленый бізде жасыл болады. Қандай қорытынды жасаймыз біз? Судың түсі өзгерді ма? Өзгерді. Егер де біз суға қандай да бір түсті бояуды қосатын болса, судың түсі өзгереді. Бірақ та балалар, су бізде тағы қайталап кетейікші. Иісі жоқ, дәмі жоқ, және де түссіз, я? Сендерге тәжірибе ұнады ма? Ұнады. Ал енді стақандарымызды жинап қоямыз. Бояуға тиіспейміз болды балалар. Қыналарым келе ма? Біздің ойынымыз балалар жел мен жаңбыр деп аталады. Қазір көңілді өлең болғанда сендер билейсіңдер. Ал көңілсіз өлең болғанда маған қарай келіп қоштасып таста бірге тығыла қаламыз. Түсіндік ме? Ал кеттік. Жақсы жарайсыздар балалар. Ал енді балалар, сумен біз бірнеше тәжірибе жасадық, я? Қандай тәжірибе жасадық? Немен жасадық тәжірибелерді? Жұмыртқамен тәжірибесі жасадық. Қандай тәжірибе? Жұмыртқаны тұщы суға салдық, сосын ащы суға салдық, я? Сосын тағы қандай тәжірибе жасадық? Немен? Таспен, дұрыс айтасың, Аяжан. Судыға
егер де қандай да бір түсті бояуды салсақ, судың түсі өзгере ма? Соны байқаладық, иә, сендермен бірге. Және де қандай тәжірибе тағы жасадық? Сүтпен тәжірибе жасадық, иә? Ал енді балалар, судың түсі бар ма? Жоқ. Иісі бар ма? Жоқ. Судың дәмі бар ма? Жоқ. Енді сабағымызды қорыта келгенде балалар, сусыз өмір жоқ, иә? Сусыз біз адамдар, ағаштар, айналада қоршаған табиғаттың барлығы, балықтар, жан-жануарлар балалар сусыз өмір сүре алмайды. Аналарымыз сумен не істейді? Жуынады, дұрыс, барлығымыз, иә, жуынамыз. Сосын тамақты біз немен пісіреміз? Тамақ пісіруге бізге су керек па? Керек. Ыдысты біз немен жуамыз? Сумен жуамыз, иә, сондықтан бізге су өте пайдалы. Сендерге бүгінгі сабақ ұнады ма? Тәжірибелер ұнады ма? Кәне бір-бірімізге қол шапалақтаймыз. Осымен балалар, бүгінгі су тіршілік көзі атты сабағымыз аяқталды.